Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен алмадан тәтті бәліш жасайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Оның үстінен қант қосамыз. Қантымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Азырақ шым-шым тұз қосасыздар. Тағы да араластырамыз. Оның үстінен еректен өткізілген ұнымызға қопсқышымызды салып араластырамыз, және де ұнымызды бірден барлығын саламыз. Үстінен еріген сармайымызды құямыз. Енді венчиктің көмегімен барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бізде қою масса пайда болады. Енді бұны бір шетке алып қоямыз. 2 алма аламыз. Қандай алма алсаңыздар да маңызды емес. Қызыл алма, сары алма немесе жасыл алма қолдансаңыздар да болады. Бірінші сыртын, одан кейін ішін тазалап аламыз. Барлық жерін тазалап болғаннан кейін алмаларымызды біркелкі 4 бұрышты етіп турап аласыздар. Барлығын турап алғаннан кейін алмаларымызды бөлек бір ыдысқа саламыз. Ыдысымызға барлығын салып алғаннан кейін үстінен кішкентай қасықпен 3 қасық қант салып араластырамыз, және бұл алмаларды салмамызға қосып, салмамызбен араластырамыз. Енді бәлішіміздің бетіне қоятын алмаларды кесеміз. Осындай жұқа етіп алмаларды кесіп аласыздар. Енді формамызды дайындаймыз. Менде 24 диаметрлік форма. Салмамызды салып, барлық жеріне біркелкі етіп жағып шығасыздар. Яғни салмамыз барлық жерінде біркелкі болып тұруы қажет. Бұның үстінен алмаларымызды бір-бірден қойып шығасыздар. Менде алма кішкене азырақ болып қалды. Алма көп болса, пирогтарыңыз өте әдемі болып шығатын болады. Алмаларымызды бетіне қойып шығамыз, және қызып тұрған 180 градус пеште 35 минут пісіресіздер. Алмалардың барлығын қойып болғаннан кейін үстіне сармайды жағып шығасыздар барлық жеріне. Оның үстінен азырақ қант сеуесіздер. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Енді бұны сәндеуге мен қант ұнтағын қолдандым. Бетіне әдемілеп қант ұнтағын сеуіп шығасыздар. Бұл әдемі сән және де дәм береді. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Осылай кесіп, дәмін көреміз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге және отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Алдағы уақытта өте көптеген рецепттермен бөлісемін. Сіздермен болған Айдана. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.